Сәлеметсіздер ме, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге көркем жазу үлгісінің электронды нұсқасын қалай жасауды көрсететін боламын. Видеоларым ұнаса лайк басыңыздар, каналыма тіркеліңіздер. Алдымен Google Chrome'ға онлайн генератор прописей деп жазып аламыз. Жазып алған бетте сіздерге онлайн генератор прописей для детей деп шығады. Яғни сол көк жазудың үстін басып, сол бетті ашып ал. Яғни сіздерге қарасаңыздар, осы бетте видео страница деп тұр. Яғни қиғаш сызықтар, көркем жазуға арналған сызықтар және математикалық таңбалар жазуға арналған тор көз сызықтары берілген. Сонымен қатар прописной, печатный деп тұр. Көркем жазу үлгісі және баспа түріндегі жазу үлгілерін жазсаңыздар болады. Вид линий деп тұр. Үзік сызықтар арқылы бастырып жазуға берсеңіздер болады. Немесе үлгі ретінде тек қара жазу мен жазып берсеңіздер болады. Енді көркем жазу бір үлгісін жасап көрейік. Бізге керек косая линия деп тұр. Міне осы көркем жазуға қажетті қиғаш сызықты алатын боламыз. Яғни косая линияның үстін басамыз. Одан кейін бізге көркем жазу ретінде прописной әріптер қажет. Виде линия дегенге мен черный, яғни қара жазу ретінде жазамын. Имя дегенге жерге оқушының атын жазып, жеке-жеке оқушыға жазып берсеңіздер болады. Ол қазір маған қажет емес. Қалғанына тиіспейміз. Ең соңғы текст прописей деп тұр. Міне сол бөлімге бізге қажетті сөздерді жазатын боламыз. Мысалы, ана, әке, әже және бала, немесе кез келген сөйлемді жазсаңыздар да болады. Менің мектебім деп жазып алғаннан кейін сгенерировать страницу деген қызыл батырманы басамыз. Міне басқан бетте біздерге осындай көркем жазу үлгісі дайын тұр. Астындағы бөлімдеріне де толтырып жазсаңыздар болады. Бұл бетті енді сіздер осы компьютердің оң жақ бетіндегі сақтап алу белгісі арқылы компьютерге сақтап алсаңыздар болады, немесе принтер белгісін, яғни печат деген белгіні баса отырып шығарып алсаңыздар да болады. Ал енді математика пәнінен осындай сандарға арналған көркем жазу үлгісін жасап көрейік. Біз тек қана сол маленькая клетка деген бөлімді ғана таңдап алғаннан кейін текст прописей деген бөлімге өтіп, ол жерлерге сандарды жазамыз. Міне бірден 9-ға дейінгі сандарды жазып көрсетейін. Жазып болғаннан кейін сгенерировать страницу деген қызыл батырманы басамыз. Міне бізге сандар дайын. Осы арқылы оқушыларға көркем жазу үлгі ретінде берсеңіздер болады. Бұны да сақтап алсаңыздар және принтер белгісін басып, печат белгісін басып шығарып алсаңыздар болады. Егер видеоларым ұнаса, лайк басыңыздар, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Менің каналымдағы жаңа шыққан видеоларды алғашқылардың бірі болып қарайтын боласыздар.